Сыйластық, уважение. Тамаша. Тамаша, керемет. Тағы да отбасылық дәстүр. Тамаша. Казан — это... Қонақжай. Это месяц. Жоқ. Қонақжай — это гостеприимство. Гостеприимство. Ал егер қазақ халқы қонақжай болса, қалай аударамыз? Казахский народ? Гостеприимный. Гостеприимный, тамаша. Еще қандай? Сенімділік. Қалай аударамыз? Доверие. Доверие. Олай болса, балалар, жарайсыңдар. Керемет, иә? Есте сақтап алыңдар. Енді осы мәтінді мұқият оқып бердім сендерге. Мәтінде берілген сұрақтарға дұрыс жауап беріңдер. Бірінші сұрақтан 10-шы сұраққа дейін берілген, қолдарында тұр. Әр сұраққа 2 минуттан, яғни 10 сұрақта 20 минутта жауап берулерін қажет. Кеттік. Приступаем. Ал кірсіңдер. Дарья. Традиция. Қандай сөздің аудармасын білесің? Гүлсанам, қандай сөздің аудармасын білесің? Есіңде қалған? Сыйластық — это уважение. Жарайсың. Тыныш, Карим.